Баршаңызға сәлем достар. Пияз қосылынған, дәмі ерекше болып шығатын қаттама пісіреміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Біздің қаттамаларымыз осындай қатпарлы болып шығады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. 300 мл жылы суымызды кеңірек ыдысымызға құйып, толмаған 1 шай қасық тұз қосамыз. Онан соң 2 ас қасық сұйық май құямыз. Жақсылап араластырып, шамамен 500-600 грамм ұнды електен өткізіп, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей достар, біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен орташа 4 дана пияз алып, жіңішке етіп турадым. Ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және қызыл бұрышынан қостым. Барлығын қосып болған соң, осылай қолымызбен жай ғана араластырып шығамыз. 20 минут тұрған қамырымызды алып, осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Барлығын осылай күлшелеп шықтым. Енді күлшелерімізді жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Мінекей қамырымыз осындай жұқа болып шықты. Енді ертілген сары майымызды осылай қамырға құйып шығып, барлық жағына бірдей етіп жағып шығасыздар. Щетка пайдалансаңыздар да болады. Енді туралған пияздарды осылай видеодағыдай қамырымыздың барлық жағына сеуіп шықтым. Пиязымызды сеуіп болған соң, осылай қамырымызды орап шығамыз. Қалған күлшелерімізді дәл солай сары майын жағып, пиязын сеуіп, осылай етіп дайындап аламыз. Енді шетінен пісіретін боламыз. Мен оқтау пайдаланбадым. Күлшелерімізді осылай етіп, видеодағыдай орташа қалыңдықта қолмен жайып шықтым. Табамызға сәл май жағып, дайындап алып, қаттамаларды кезегінен пісіреміз. Мен осылай табанның бетін жабамын, және де қаттамалардың екі жағын кезек-кезегінен аударып пісіремін. Бір қаттама шамамен 7-8 минутта дайын болады. Мінекей достар, біздің қаттамаларымыз дайын, өте дәмді болып шығады және оңай дайындалады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.